Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі біздің видеомыз ми тамырларын тазалау арқылы қандай аурулардан айығатынымыз туралы болмақ. Ми тамырларын тазалау арқылы инсульт немесе инфаркт алудан сақтанатыныңызды білесіз бе? Егер сіздің ми тамырларыңыз шлакқа толған болса, онда басыңыз айналады, есте сақтау қабілетіңіз нашарлайды, басыңыз ауырады, ұйқысыздыққа тап боласыз, ашуланшақ боласыз, қан қысымыңыз көтеріледі, және де есту, көру қабілетіңіз төмендейді. Егер осы белгілерді байқасаңыз, дереу ми тамырларын тазалауды бастаңыз. Тазалану арқылы көптеген дерттің алдын аласыз. Ми тамырларын тазалауды әдетіңізге айналдырсаңыз, онда басыңыз, ойлау жүйеңіз, жүйкеңіз, миыңыз тамаша жұмыс істеп, барлық ауыртпалықтан айығады. Көңіл күйіңіз көтеріліп, қуатыңыз артып, бойыңызды сергектік билейді. Ендеше, келесі 5 әдіс арқылы ми қан тамырларын тазартып, денсаулығыңызды жақсартыңыз. Бірінші әдіс – бал мен жаңғақ. 5 дана грек жаңғағын жақсылап ұнтақтайсыз. Үгіндіге 1 ас қасық табиғи липа немесе жөке балы және корица араластырып, тоңазытқышқа салып қоясыз. Шамамен 24 сағаттан соң дайын болған емдік қоспаны 1 ас қасықтан жейсіз. Емді тамақтанудан 30 минут бұрын жүргізу керек. Екінші әдіс – бал мен пияз шырыны. 3-тен 1 стақан пияз шырынына 1 стақан табиғи таза бал араластырасыз. Бұл емдік қоспаны 1 шай қасықтан күніне 3 рет қабылдайсыз. Емді тамақтанудан жарты сағат бұрын жүргізу керек. Аталған тұнба ми тамырларын тазалап қана қоймайды, сонымен қатар иммунитетті көтереді. Үшінші әдіс – табиғи шырын. Түскі және кешкі тамақтан 30 минут бұрын жарты стақан анар шырынын ішіңіз. Ем үшін анар, алма және сәбіз шырындарын таңдайсыз. Сөйтіп күн сайын кезектестіріп, күніне 2 рет ішіп жүресіз. Мейлінше дүкеннен сатып алмаңыз. Аталған жеміс пен көкөністі сатып алып, өзіңіз қолыңызбен дайындаңыз. Бұл табиғи шырындардың пайдасы мол, әрі тазалау күші керемет екенін ескеріңіз. Және 4-ші әдіс – түйе жапырақ тұнбасы. 10 грамм кептірілген түйе жапырақ тамырын термосқа саласыз. Үстіне 200 грамм қайнаған су құйып, қақпағын мықтап жабасыз. Шамамен 8-10 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, салқын жерге қойыңыз. Емдік қасиеті мол тұнбаны 4 ас қасықтан таңғы астың алдында ішесіз. Емделу ұзақтығы 1 ай. 5-ші әдіс – пайдалы азықтар. Жалпы жағдайыңызды жақсартып, ми тамырларын, ағзаны, қанды шлактан, улы заттан тазартқыңыз келсе, онда таңғы астан 30 минут бұрын мына азықтарды жеуге әдеттеніңіз. Олар 1 дана мандарин, 1 уыс мейіз бен грек жаңғағы және 1 стақан су. Суды мандарин мен жаңғақты жеп болған соң шамамен 15-20 минуттан кейін ішесіз. Егер суға 1 шай қасық бал мен 1 тілім лимон араластырып ішсеңіз, онда емдік қасиеті еселеп артады. Нәтижесінде ағза мен терінің саулығы артып, жалпы жағдайыңыз жақсарады. Иммунитетіңіз нығайып, көңіл күйіңіз көтеріледі, жүйкеңіз тынығып, ми жасарады. Бір сөзбен айтқанда, ұйқыға кетіп жатқан миды сергек қалпында оятасыз. Осымен достар, бұл видеомыз өз соңына жетті. Сіздерге бүгін пайдалы тақырып болды деген ойдамыз. Егер де видеомыз ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді видео астына қалдырыңыздар. Сіздермен болған оңай каналы. Келесі кездескенше достар.